Кайырлы күн достар, бүгүн гүлдү кырыккабат пен брокколиди панировкага аунатып кууратып болабыз. Ыстыкта жесеңиздер хрустящий өтө демдүү чыгады. YouTube каналыма тиркелип койду, унутпаңыздар. Ол үчүн эң әуелі гүлдү орам жапыракты кайнатабыз. Ол үчүн кайнаган сууга тоз, лимон шырынын косуп, гүлдү орам жапыракты салып 2-3 мүнөттөй убакыт кайнатып аламыз. Және суун соруктуруп биз суутабыз. Гүлдү орам жапырактан кийин барып брокколиди салып, оны да 2-3 мүнөттөй кайнатып аламыз. Онун да суун соруктуруп суутабыз. Енді біз салатқа қосатын брокколиді панировкаға аунатып қуырамыз. Жұмыртқаға тұз қосып, үстіне ұн қосамыз. 20% кілегей қосамыз оның үстіне. Жақсылап араластырамыз. Біздегі масса тым қою, немесе тым сұйық болмау керек. Блиннердің қамыры сияқты болғаны жөн. Мінекей біздің кілярымыз дайын. Піскен брокколи мен гүлдү кырыккабатты осылай килярга малып, силкелеп, панировкага аунатабыз. Куурмас бұрын бәрін осылай панировкага аунатып аламыз. Брокколиларды килярга аунатпас бұрын суун соруктуруп кептирип аламыз. Және сууган болуу керек. Бул салатта осы брокколиларды панировкага аунатпай-ак, сууга кайнатып-ак салатка коса берсеңиздер болот. Бирок панировкага аунатсаңыздар өтө дәмдүү болуп чыгат. Кызып турган суюк майга панировкага аунатылган брокколи менен гүлдү кырыккабатты салып, эки жагы кызарганча кууруп аламыз. Май кызып турган болуу керек, және оттун асты тым катты болмау керек. Айтпесе брокколилар күйүп кетет. Брокколи мен гүлдү кырыккабатты топлёный майга куурсаңыздар да болот. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп қойсаңыздар, барлық видеоларым сіздерге бірінші болып шығып тұрады. Астарыңыз дәмді болсын.